Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін синнамон тоқашын пісіреміз. Міне мынау үстінде глазури бар, глазурсыз түрі. Құрғақ дрожжи аламыз. Оған бір қасық қант саламыз. Араластырамыз. Және жылы сүт құямыз. Оның температурасы 35-38 градус болу керек. Араластырып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Дрожжи көтерілгенше ыдысқа бір жұмыртқа жарамыз. Оған қалған қантты саламыз. Және жарты шай қасық тұз саламыз. Сарымай комнаталық температурадағы еріген. Бәрін жақсылап енді араластырамыз. 10 минут өтті, дрожжимыз андай шапчикамен покрылось. Енді осы массаны осы майға, жұмыртқаға құямыз. Араластырамыз. Енді ұнды елеміз. Еленбеген болса, алдын ала ұнды елеп алыңыздар. Енді жақсылап қамыр елейміз. Коврикқа ұн септім. Енді арғарата нанды 10 минут басамыз, елейміз. Бұлайынан нанды созамыз, содан кейін ішке қарай жинап, бұлай домалақтап әкелеміз. Ал жақты да бұлай нанды созамыз, бұлайынан ішке қарай жинаймыз. Кішкене аздап қана қолға жабысады. Консистенциясы бір жұмсақ пластилин сияқты. Енді оны ыдысқа саламыз, ыдысымызды майлап аламыз. Содан кейін 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз көтерілу үшін. Қантқа корицаны саламыз және араластырамыз. Нан көтерілді. Енді нан жаямыз, 30-40 болу керек. Нанды жайып болды. Енді оның бетіне май жағамыз. Еріп тұрған комнаталық температурадағы майды. Ең дұрысы, ең оңайы осы қолмен жаққан. Майды жағып болғаннан кейін, ішіне қант пен корицаны сепіп шығамыз бұлай. Жағына дейін 2 сантиметр жетпеу керек. Начинканы бәрін салып болғаннан кейін енді рулетті ораймыз. Ол тығыздауға орау керек. Формаға пергаменттік бумага салып қойдым. Енді нан сантиметрмен де 36 екен. Формамның биіктігі 3,5 сантиметр. Сондықтан мен 3,5 сантиметрден кесем, менде 10 штук шығады. Бұл тоқаштарды өткір пышақпен немесе жіппен кесуге болады. Тоқаштың бетіне пищевая пленка жауып 20 минутқа көтерілгенге қойып қоямыз. Енді мына тоқаштарды 175-180 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минутқа қоямыз. Сонымен булочкаларды жаңа духовкадан алдым. 175 градуста 20 минут пісті. Енді суыт қоямын. 1-2 минутқа сыртқы глазурын жасай бастаймын. Мен булочканың мына жағын былай пісірдім. Сіздер ішкі жағын мына сияқты пісіруларыңызға болады. Мен эксперимент үшін ғана осылай пісірдім.
Міне, бізге енді глазурға сливочный творожный сыр керек. Мен калий 74% алдым. Реклама емес, қайсы бар. Соны алуларыңызға болады. Және оған сахарный пудраны саламыз. Бір жарты қасықтай сүт қосамыз да енді жақсылап бәрін араластырамыз. Сонымен міне глазуріміз дайын. Енді қазір жылылау тоғашқа жағамыз. Булочка пісар кезде обязательно пергаментная бумаганы майлаңыздар. Себебі әзер жұлып алдым қағаздан. Глазурь қоюлау болса, тағы да аздап сүтті қоюға болады. Тоқасы жұмсақ. Дәмді. Қарағандарыңызға рахмет. Егер видео ұнап жатса лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сау болыңыздар.